Бүгін шаһарда облыс прокуроры Нұрғалым Әбдіровтің төрағалығымен Тараз қауіпсіз қала жобасының көрсеткіштері талқыланды. 2020 жылы прокуратураның бастамасымен бастау алған жоба нендей нәтиже берді? Өзгерістер бар ма? Алдағы сюжеттен көріңіздер. Заң мен тәртіп идеологиясын жүзеге асыру мақсатында Тараз қаласында ауқымды жұмыстар атқарылуда. Бұл шараға мәслихат депутаттары да қатысып, құқық тәртібін бағалаудың нақты көрсеткіштерін айқындады. Сонымен қатар қоғамдық ұйымдар да белсене араласып, маңызды мәселелердің шешімін табуға өз үлестерін қосып жатқан көрінеді. Арнайы құрылған жұмыс топтары 30 мың оқушы арасында сауалнама жүргізіп, нәтижесінде 257 оқушы профилактикалық есепке алынған. Оларға арнайы шаралар жүргізілуде. Жиынға қала әкімі Бақытжан Орынбеков қатысып, атқарылған жұмыстарды қорытындылап, болашақта осы бағыттарда жұмыстарын одан әрі жетілдіру қажеттігін атап өтті. Ағымдағы жылы жобамен көзделген 7 индикатордың 4-еуіне қол жеткізгенін атап өткім келіп отыр. Бірінші индикаторға тоқталсақ, жалпы қылмыстың өсуіне жол берілмей, тек қана осы ағымдағы жылдың өзінде қылмыстың саны 20,1%-ға төмендеп отыр. Екінші индикатор: жүргізілген сауалнамаға сәйкес, мемлекеттік органдардың құқық бұзушылық алдын алу жөніндегі жұмысына халықтың 40,8% оң баға берсе, 31,5% тиімді деген баға беріп отыр. Яғни индикатор 12,13%-ға артығымен орындалып отыр. Айта кетейік, кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу жөніндегі ата-аналар жиналыстарын өткізу ережелері енгізілгеннен кейін ата-аналардың жиналыстарға қатысуы 97%-ға жеткен. Бұл жоба ата-аналардың тәрбие мәселелеріндегі белсенділігін арттырып, олардың балаларды тәрбиелеудегі жауапкершілігін күшейтті. Сонымен қатар кәмелетке толмағандармен және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның жұмысы қайта қаралып, уәкілетті органдармен арасындағы байланысты нығайту жұмыстары жүргізілген көрінеді. Кәмелетке толмағандармен жасалған қылмыстар саны 12,8%-ға төмендеп отыр. Мынау КДН жұмысын өткенде атап өттік. Мына енді қазір алкогольдің мәжбүрлеп емдеудің жаңа механизмін қолдау нәтижелерімен биыл 170 науқас мәжбүрлі емдеуге жатқызылды. Бұл да үлкен, біз үшін, қаламыз үшін үлкен күрес, себебі бұл науқас деген жалпы бүгін өзі қоғамның проблемасы. Сонымен мынау қала әкімі баяндамасында жобаның шеңберінде құқық қорғау және мүдделі мемлекеттік органдардың бірлесе атқарған жұмыстарын, сондай алдағы уақытта қаланың екі бөлігінде туындайтын мүмкін проблемалы мәселелерді атап өтті. Осыған байланысты әрі қарай жобаны ары қарай жетілдіру мақсатында іс-шаралар жоспарына жаңа бағытта іске асыру келесі мәселелерді ұсынып келіп отыр. Ол мына қала аумағында мына мәселе жаңағы туризм, Тараз қаласын туризм орталығына айналдыру өзекті мәселе. Бұлған біршама бағыттағы жобаларда жұмыс атқарып жатыр. Механизм енгізілгеннен бері комиссия барлық қажетті материалдарды қарап, тиісті органдарға 52 құжат жіберді. Жоба тиімді екенін ескерген қатысушылар, депутаттар мен қоғам өкілдері индикаторларды жаңартып, аталмыш жобаның жұмысын жалғастыруды ұсынды. Жанр Абдраманов, Азамат Бескенов, 7/7 News.